Мен Алиасқар Гүлжазира. 2016 жылы Темірбек Жүргенов атындағы номері 136 мектеп лицейін бітірдім. Сол жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің жаратылыстану кафедрасына оқуға түстім. Менің алдымда кім боламын, қайда барамын деген сауал тұрған еді. Мамандық таңдау бұл ең күрделі шешімдердің бірі. Мұғалімдікті не үшін таңдағалы жатырмын? Бұл мамандықтың шыңына жете аламын ба? Қыры мен сыры қандай деген сұрақтарға жауап беріп ойланған едім. Менің педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының жүрегінен орын таба білу. Ұстаздық қызмет аса жауапкершілікті қажет етеді деп ойлаймын. Ұстаз болу барлығының да қолынан келе бермейді. Ұстаз болу үшін ең алдымен шыдамдылық, ізденімпаздық және өзіңнің мамандығына деген сүйіспеншілікті талап етеді. Менің педагог ретіндегі алға қойған мақсатым білім мен тәрбиені қатар үйретіп, сапалы ұрпақ тәрбиелеу. Осы мамандығымның шыңына жету. Мен 2020 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін бітіріп, Иван Васильевич Панфилов атындағы 5-ші мектеп лицейіне ең алғаш химия пәнінің лаборанты болып, еңбек жолымды бастадым. 2021 жылы биология пәні мұғалімі ретінде жұмысымды жалғастырдым. Менің мұғалім ретінде тәжірибем аз болса да, маған бағдар беріп, қолдаған мұғалімдерге алғысым шексіз. Сол уақытта мұғалім болудың қызығы мен қиындығы қатар жүретіні түсіндім. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаздық өте қасиетті де қастерлі ұғым. Оқушымен тіл табыса білудің өзі үлкен еңбекті талап етеді. Өсімдіктердің қозғалуына кім ықпал береді? Жануарлардың қозғалуына, мысалы, өте оңай жануарлардың қозғалуына. Жұлдызды әлемде қозғалады, атомдарда, молекулаларда бір орыннан бір орынға қозғалады, ал сыртқы қаңқаға не жатады екен? Мысық. Ал ішкі қаңқаға ше? Шаян. Жақсы. Енді тасбақаның қаңқасын кім айтып бере алады? Сызба нұсқасын. Ал бұқайымыз тасбақаның қаңқасы. Тасбақаның қаңқасы. Жақсы, тасбақа ішкі қаңқаға жатады, Механикалық қозғалыс дегеніміз не екен? Механикалық қозғалыс. Механикалық қозғалыс. Механикалық қозғалыс. Дұрыс айта ғой. Механикалық қозғалыс дегеніміз не екен? Кез келген Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, енді үй тапсырмасына осының артында сұрақтар мен тапсырмаларды орындап, 5 тест құрастырып келу, жарай ма? Жақсы.